Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сливадан компот дайындау рецептімен бөлісемін. Яғни слива қазақша қарала деп айтылады. Қара өрік деп кей жерлерде осыдан компот жасаймыз. Бізге қажетті заттар қарала. Мен қанша мөлшерде керек екен барлығын осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Мен 5 кило слива қолдандым. Осыны 2 литрлік, 3 литр банкілерді қолданамын. Өз кез келген банкі жарайды. Өз қалауларыңыз бойынша қолдануға болады. Бізге қант қажет, банкі және де слива қажет. Тек қана сливаны өзінен жабамыз. Алдымен банкілерімізді осылай парит етіп аламыз, булап, сосын суымызды қайнатамыз. Мінекей парит еткен банкілерімізге сливаларымызды салып шығамыз. Сливаны жақсылап тазалап жуыңыздар, себебі қысқа сақтайтын болғандықтан банкіңіз артылмауы үшін жақсылап жуып алған жөн. Және де түбіндегі таяқшасын жақсылап алыңыздар, себебі түбінде қалып кетеді екен. Мінекей осылай тазалап алыңыздар. Барлығын осылай салып шығамыз банкілерімізге, сливаларымызды. Мінекей банкілерімізге сливаларымызды салып шықтық. Енді үстіне қантымызды саламыз. 2 литрлікке осындай 200 грамды осындай кружка, яғни бокалмен өлшеп салдым. Ал 3 литрлікке 300 грамм қант саласыздар. Қантымызды салып болған соң үстіне қайнап тұрған суымыздан құйдық. Қақпақтарын жауып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут өткен соң қайта қайнатамыз суымызды. 20 минутымыз өткен соң осылай қақпақтарын алып, басына осындай арнайы сүзгі қақпақтарды кигіземіз. Суын сүзіп кастрөлімізге құйып аламыз. Мінекей банкідегі барлық суларымызды сүзіп осы кастрөлге құйып алдық. Бір қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін банкілерімізге құйып, басын бұрап шығамыз. 20 минут өткен соң суымыз қайнап шықты. Енді банкілерімізге құйып шығамыз. Барлық банкілерімізді осылай құйып шығамыз. Сосын басын бұрап банкілерімізді жабамыз. Мінекей банкілерімізді бәрін құйып шықты. Енді басын бұрап шығамыз. Компоттарымыз дайын болып шықты. Өте керемет, дәмді, сочный болып тұр. Қыстың күні рахаттанып ішетін компоттардың бірі. Сіздерге жасауға кеңес берем. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендерге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті керемет жаңа рецепттер шығады.